Шілде 11 тамыз аралығында Парижде 33-ші жазғы Олимпиада ойындары өтеді. Олимпиадаға ел намысын қорғауға 80 спортшы 25 спорт түрінен қатысатын болады. Елорда тұрғындарының еліміздің құрамасына деген болжамы қандай болмақ, бірге білейік. Я, честно говоря, не знаю, но в Казахстане одни плюсы – это боксеры. Ну и масса, конечно. Все любят спорт, но боксеры это точно победители будут. Вот какие медали, вы думаете, мы завоеваем? Я думаю, золото. Золото по боксу? По боксу. Сколько? Точно не знаю. Ну, парочку точно увезем. А там как бог даст. Олимпиада өтейін деп жатыр, Париж Олимпиадасы. Содан отатын біздің Қазақстан боксынан кеткен жарыстарға 7 ма 9 ба Олимпиада боксерлар кетті ғой. Осы Олимпиадада барлығы бірінші орын алып келеді деп үміттенемін. Барлығы алтын медаль Қазақстанға алып келеді деп үміттенемін. Енді қырған төбелестің бәрі біздікі ғой. Обязательно. Алтын әлде қалай? Алтын? Қанша? Қаншасы бар, соншасы біздікі болады. Бізде енді бокс, жекпе-жек, күрес, төбелес жақтарынан өте жақсы дамыған. Енді қимыл түрлі спорттардан, жеңіл атлетика мүмкіндік бар, бірақ талпыну керек. Қазақстанға сәттілік. Ел үміт артып отырған бокстан халқымыздың намысын қорғауға 11 спортшымыз аттанды. Оның ішінде 2023 жылғы әлем чемпионы және 2 рет Азия ойындарының жеңімпазы Асланбек Шымбергенов бар. Оған қоса 2020 жылғы Олимпиада ойындарының қола жүлдегері 2021 жылғы әлем чемпионы Сәкен Бибосынов пен 2020 жылғы Олимпиада сайысының қола жүлдегері Қамшыбек Қоңқабаев та бар.